Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 10 минутта дайын болатын пиццаны жасайтын боламыз. Ал бастайық. Бізге ең алдымен 380 немесе 400 грамм ұн қажет болады. Оның үстіне 1 чай қасық тұз, 1 чай қасық қант және де 1,5 қасық дрожж қосамыз. Оның үстіне 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Оның үстіне 230 мл су қосамыз. Қосатын суымыз жылы болу қажет. Енді осылардың барлығын араластырып, қолымыздың көмегімен қамырымызды илеп шығамыз. Иленген қамырымыздың үстіне 1 ас қасық сұйық май қосып, тағы да кішкене илейміз. Иленген қамырымыздың бетін салафанмен жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін қамырымыз кішкене көтеріледі. Сол көтерілген қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Бөлгеннен кейін қолымызбен дөңгелек формаға келтіріп, бетіне сұйық май жағып, оның үстін салафанмен орап, қалған 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамыр көтерілуі қажет. Салмасына мен қызанақ және де колбасаны пайдаланатын боламын. Оны видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп шығамыз. Сіздер салмасына кез келген үйде бар заттарды пайдалана берсеңіздер болады. Оның үстіне қажетті сырымызды теркадан өткіземіз. Міне біздің салмамыз дайын болды. 1 сағат өткеннен кейін қамырымызды аламыз. Қамырымызды дөңгелек формаға келтіретін боламыз. Қолымыздың көмегімен дөңгелек формаға келтіреміз. Егер қолмен істеу ыңғайсыз болса, оқтаудың көмегімен пайдаланып, дөңгелек формаға келтірсеңіздер болады. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны формаға саламыз. Форманың астына міндетті түрде пергаменттік қағаз немесе фольга қойыңыздар, себебі пиццаның асты жабысып қалмас үшін. Немесе ұн сеуіп жіберсеңіздер де болады. Енді соусын дайындаймыз. Мен соусқа майонез, кетчуп және де 1 қасық томат пастаны пайдаландым. Сіздер арнайы соус жасасаңыздар да болады, немесе мен секілді осылай пайдалана берсеңіздер болады. Міндетті түрде пиццаның үстін осылай вилканың көмегімен тесіп шығыңыздар, содан кейін бетіне соус жағып шығасыздар. Соусымызды жағып болғаннан кейін оның үстіне міндетті түрде сырды қоямыз. Одан кейін кез келген начинкаларыңызды қоя берсеңіздер болады. Мендегі начинка, яғни салмасы, қызанақ және де колбаса. Оның үстіне кішігірім сырды теркадан өткіземіз. Дайын болған пиццамызды 200 градуста 10 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің пиццамыз дайын болды. Осы әдіспен пиццаны жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын.